Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ керемет пирожкидің рецептімен бөлісемін. Қамырын қолыңызды тигізбей илейсіз. Өте тез жасалады. Жасап көріңіздер. Бірге болыңыздар. Ұнға ашытқымызды салып, оған қант қосып, жылы су қосып, және тағы бір стакан сүт қосып, сұйықтауып қамыр илейміз. Яғни бұл қамырды сіз қолмен илемейсіз, қасықпен ғана араластырып, өйткені қолмен қиындау, қолға жабысады. Одан кейін бәрін асырып болған соң ең соңында бір шай қасық тұз салып, тағы бір рет араластырасыз. Сосын бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткен соң тағы да бір рет қасықпен осылай араластырып, бетін тағы да жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Ол дайын болғанша начинкасын дайындаймыз. Картошкамызды осылай ұсақ етіп турасақ, суға тез піседі. Мен суға бірден тұзын салып жібердім. Кейін дайын болған суын төгіп, оның үстіне сары май қосып аздап, қара бұрыш салып, тағы да өздеріңізге ұнаған специялар қоссаңыз болады, салып, миксерлеп аламыз. Сонда біркелкі жұмсақ нәп-нәзік болады пюрелеріңіз. Енді қамырымыз көтерілген соң столды міндетті түрде сұйық маймен майлаймыз. Жабысқақ болады. Қамырымызды бөліктерге бөлеміз бірдей етіп. Менде шамамен 20-дай шықтым. Оларды домалақтап, бір формаға келтіріп, ақырын қолмен осы үстелде қолмен жиямыз. Начинкамыз сиятындай етіп осылай жұқа етіп жаймаймыз. Сосын ортасына начинкамыз саламыз. Аямай салсаңыздар да жақсы. Сосын жан-жағын осылай жабамыз, шығып кетпес үшін. Одан кейін екі жаға қарай созамыз, ұзыншақ етіп. Сонда начинкамыз бірдей таралады барлық қамырымызға. Қамырымыз кішкене көтерілгенше 10 минут қалдырамыз столда. Одан кейін ыстық майда екі жағынан қыздырып пісіріп аламыз. Дайын ас болсын.